Бүгін біз алғашқы өрт сөндіру құралдары және оларды өрт кезінде пайдалану ережелері туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен сіз өрт сөндірудің бастапқы құралы не екенін түсінуіңіз керек. Өрт сөндірудің бастапқы құралы бұл бастапқы кезеңде өртті сөндіру үшін қолданылатын құралдар мен материалдар. Оларға мыналар жатады: өрт сөндіргіштер, өрт краны, өрт сөндіру құралдары, су ыдыстары, құм салынған қораптар, өртке қарсы материалдар, асбест төсемі, өртті сөндіруге арналған құралдар, күректер, балталар, шелектер, лом және тағы басқалары. Енді әр құралды толығырақ қарастырайық. Өрт сөндіргіштерді барлығыңыз білесіздер. Бұл арнайы түтікпен ішінде қысымға ұшыраған өрт сөндіргіш зат бар қызыл түсті баллон. Бұл адамзат өзінің өмір сүру процесінде ойлап тапқан алғашқы автоматты өрт сөндіру құрылғысы. Бұл өте ыңғайлы болғандықтан, ол бүгінгі күнге дейін қолданылады. Бірақ біз өрт сөндіргіштер туралы кейін көбірек айтатын боламыз. Өртке қарсы краны ол ғимарат ішіндегі өртті сөндіру үшін қолданылады, және оны барлық мекемелерде көруге болады. Кран сумен жабдықтау вентиль және бұрандаға қосылатын өрт сөндіру жеңінен тұрады. Ол өте қарапайым. Мысалы, егер өрт болса, сіз өрт сөндіру шкафының есігін ашып, өрт сөндіру жеңін ашып, оның кранмен байланысын тексеріп, содан кейін бұрандасын бұрап сумен қамтамасыз етуіңіз керек. Мұны екі адам жасаған ыңғайлы, біреуі жеңді ұстайды, ал екіншісі суды ашады. Су ыдыстары. Сіз онымен әрекеттеспейтін барлық дерлік заттарды сөндіру үшін суды пайдалана аласыз. Сумен сілтілі металдарды, мысалы, натрий мен калийді сөндіруге болмайды, өйткені олармен өзара қарым-қатынасқа түсуде сутегі бөлініп жануы тек күшейеді. Сумен кернеудегі заттарды сөндіруге де қолдануға болмайды, өйткені ол тоқ шығарады. Оңай тұтанатын сұйықтықтарды сумен сөндіру мүмкін емес, өйткені майлы дақтар пайда болады, олар жайылып, өрттің ауданын арттырады. Ол үшін топырақты немесе құмды қолданған дұрыс. Құм туралы айта кетейік. Құм өрттерді сөндіру үшін іс жүзінде барлық жерде ең қолжетімді қаражаттың бірі болып табылады. Оны жанғыш заттар сұйық күйде болғанда, мысалы бензин, май, керосиннің жануын сөндіру үшін қолданады. Бұл кезде мұндай заттарды сөндірген кезде жиегінің жану аймағынан бастап, ал тек содан кейін жанып тұрған сұйықтыққа құм шашу керек екенін есте сақтау қажет. Құм қақпағы немесе металл бөшкелері бар арнайы қорапта сақталуы керек. Құмның жарамдылығын жылына 2 рет, тіпті одан да жиі тексеру керек. Егер өрт ошағы үлкен болмаса, онда өртке қарсы материалды қолдануға болады: киіз, кашма, асбест. Бұл кезде сіз материалды өрт ошағына лақтырасыз, ауаға қол жетімділік тоқтап өрт сөнеді. Мұндай материалдар 1/1 шаршы метр көлемінде кенеп түрінде қол жетімді. Киіз бен кашма қосымша антиперендермен сіңдірілуі керек. Олар орамдарға оралып, ылғалдылығы төмен арнайы қораптарда сақталады. Өртті сөндіргіштер. Ал енді өртті сөндіргіштерді қарастырамыз. Өрт сөндіргіштер іске қосу әдісімен, мақсатымен, мөлшерімен, зат түрімен ерекшеленеді. Өрт сөндіргіштер іске қосу әдісі бойынша тұтқаны қолмен басқан кезде іске қосылатын түрі болады, және өрт қаупі жоғары жерлерде қолданылатын, және қоршаған орта температурасы нормадан асып кеткен кезде автоматты немесе өздігінен іске қосылатын, сонымен қоса біріктірілген түрі болады. Мақсаты бойынша өрт сөндіргіштер өрт класына байланысты бөлінеді. Оларды қарастырайық. А класы қатты жанғыш заттардың жануы, В класы сұйық жанғыш заттардың жануы, С класы газ тәрізді жанғыш заттардың жануы, Д класы металдар мен оларға кіретін заттардың жануы, Е класы кернеудегі электр қондырғыларының жануы. Көлемі бойынша өрт сөндіргіштер жылжымалы болып табылады. Бұл үлкен көлемді баллондар. Оларды жылжыту үшін арнайы арбаға орнатады. Олар әдетте үлкен өндірістік және жұмыс алаңдарында қолданылады. Қолмен тасымалдайтын портативті. Олар ең көп таралған әртүрлі көлемдер мен түрлерде болады. Әртүрлі аудандар мен мақсаттағы бөлмелерде қолданылады. Ал соңында компакты түрі. Олар көлікте пайдалануға арналған. Олардың мөлшері жету қиын жерлерге жетуге мүмкіндік береді. Өрт сөндіргіштер қолданылатын зат түрімен де ерекшеленеді. Ұнтақты өрт сөндіргіштер әмбебап және салыстырмалы түрде арзан өрт сөндіргіштер. Олардың жұмыс істеу принципі мыналарға негізделген. Ұнтақ өрт ошағын жауып, оны оттегінен оқшаулайды және отты сөндіреді. Мұндай өрт сөндіргіштің бірқатар маңызды кемшіліктері бар. Біріншіден, пайдалану кезінде улы бұлт пайда болады. Сондықтан респираторды кию керек. Үй-жайда көріну шектелген. Салқындату әсері жоқ, және қайта тұтану пайда болуы мүмкін.
Ұнтақ түскен заттарды жуу қиын. Оларды қалпына келтіру мүмкін емес. Сақтау кезінде ұнтақ қатып жабысып қалады. Сондықтан жарамдылық мерзімі небәрі 5 жыл. Нәтижесінде, әрине, мұндай өрт сөндіргішті сақтау қиын, және өртті сөндіру алаңы небәрі 10 шаршы метр болады. Мұндай өрт сөндіргішті көшеде немесе көлікте қолданған дұрыс. Көмірқышқыл газды сөндіргіштер. Мұндай өрт сөндіргіштер жалынның оттегінен оқшаулайтын, және оны көмірқышқыл газымен алмастыратын үлпектерді шашырату арқылы өрттің таралуын тоқтатады. Жанғыш сұйықтықтарды, бензин, керосин, солярка, электр қондырғыларын 1000 вольтқа дейін, сымдарды, оттегісіз жанғыш материалдарды сөндіру үшін өте қолайлы. Кемшіліктердің ішінде, өрт сөндіргіш зат уақыт өте келе сөндіргіш заты буланып кетеді, және маңызды сәтте баллон бос болуы мүмкін. Егер сіз бір күштің раструбынан және өрт сөндіргіштің қосқыш түтігін қорғалмаған қолмен ұстасаңыз, қолыңыз үсіп қалуы мүмкін, өйткені оның температурасы -70 градус Цельсий болады. Көмірқышқыл газының буы адамға зиянды әсер етеді. Сілтілі металдарды, оттегісіз жанатын заттарды сөндіру үшін қолдануға болмайды. Мұндай өрт сөндіргіштер қоғамдық және кеңсе ғимараттарында, көлікте және күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. Ауа көбік өрт сөндіргіштері. Мұнда өрт сөндіргіш зат көбік болып табылады. Ол толығымен ауадан тұрады. Мұндай өрт сөндіргіштер қатты заттарды, жанғыш сұйықтықтарды және балқитын материалдарды, ағаш, қағаз, майлар, бояулар мен лактарды сөндірудің бірінші кезеңінде тиімді. Электр қондырғылар мен сілтілі металдарды сөндіру үшін қолдануға болмайды. Негізгі артықшылығы салыстырмалы түрде ұзақ жұмыс уақыты. Кемшіліктерінің бірі зарядтың жоғары коррозиялық белсенділігі. Қолдану +5 градустан +50 градусқа дейінгі температурада ғана мүмкін. Жыл сайын қайта зарядтау қажет. Ауа эмульсиялық өрт сөндіргіштер. Олар адамдар мен қоршаған орта үшін қауіпсіз, көрінуді төмендетпейді. Олар жеткілікті үлкен аумақты бұқтыра алады. Мұндай өрт сөндіргіштер өрт ошағын тиімді салқындатады және -40-қа дейін температурада қолдануға болады. Оларды қолданғаннан кейін заттар жақсы жуылады және ол заттарды тастаудың қажеті жоқ. Өрт сөндіргіштердің осы түрінің көмегімен алдын ала адамдарды эвакуацияламай, көлікте және көшеде өртпен күресуге болады. Жанғыш заттарды, жанумен жүретін органикалық заттарды, жанғыш сұйықтықтарды 10.000 вольтқа дейін электр кернеудегі электр қондырғылар мен электр жабдығын сөндіруге болады. Оның жалғыз кемшілігі бар, ол салыстырмалы түрде жоғары баға. Хладонды өрт сөндіргіштер жабдықты білдіруге болмайтын жерлерде қолданылады. Мысалы, электронды жабдықтар, құнды құжаттар, мұражай экспонаттары, сондай-ақ жоғары вольтты қондырғыларды сөндіру үшін. Негізгі плюс, бұл объектілерге жойқын әсер етпеу және жалынды жоюдың жоғары жылдамдығы. Кемшілігі хладонның адамдарға және қоршаған ортаға улы әсері бар. Су өрт сөндіргіштер қатты жанғыш заттар мен жанумен жүретін органикалық материалдарды, қағазды, ағашты, шүберекті сөндіру үшін тиімді. Бірақ оларды жанғыш сұйықтықтар мен электр жабдықтарын сөндіру үшін қолдануға болмайды. Артықшылығы. Біріншіден, экологиялық қауіпсіздік, жақсы салқындату қабілеті, қолданғаннан кейін заттар іс жүзінде бұзылмайды. Кемшіліктердің ішінде 0-ден төмен температурада қолдануға болмайды. Жыл сайын қайта зарядтау керек. Өрт сөндіру зарядтың жоғары коррозиялығы. Сонымен өрт сөндіргішті таңдаған кезде несіне назар аудару керек. Алдымен, олар қай өрт класына арналған және сипаттамаларына қараңыз. Сақтау шарттары қандай және өрт сөндіргішті қаншалықты жиі қайта зарядтау керек екенін қараңыз. Қиын жағдайда қалай әрекет ету керек екендігін білу үшін пайдалану туралы егжей-тегжейлі нұсқаулықты оқып шығыңыз. Сондай-ақ қанша өрт сөндіргіш болуы керек және олар қайда орналасуы керек екенін есептеңіз. Әрине, өрт сөндіргіш өртті сөндіруге кепілдік бермейді, бірақ көбінесе бастапқы кезеңде көмектеседі. Сондықтан өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыздар.